Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 8-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы саған саяхат ұнай ма? Саяхатқа біз немен шығамыз? Машинемен, велосипедпен, жаяу, кемемен, ұшақпен. Сабақтың мақсаты жіктік жалғауын қайталау, сурет бойынша сөйлемдер құрастыра алу. Мен саяхатқа барамын. Сен саяхатқа барасың, ол саяхатқа барады. Жаңа сөздер: саяхат, путешествие. Оқулықта 127-ші бетте тыңдалым, оқылым мәтінді бірге оқиық. Демалыста отбасымен саяхатқа шығамын. Тауға велосипедпен барамын. Тауда әкеммен доп ойнаймын. Анаммен бадминтон ойнаймын. Анам гүл тереді. Тауда жақсы демаламыз. Прочитайте еще раз текст сами. Оқулықта 128-ші бетте екінші тапсырма жазылым. Мен демалыста тауға шығамын. Мен тауға велосипедпен шығамын. Тауда әкеммен доп ойнаймын. Анам гүл тереді. Балалар, менімен бірге жұмыс жасағандарыңа көп рахмет. Сау болыңдар.